Егер бір күні айналаңыздағы барлық жануарлар өте жоғары интеллектке ие болып, адамзатты өздерінің аулау нысанына айналдыру үшін біріксе, адам баласы жер бетінде қанша уақыт бойы қарсы тұра алар еді? Оқиға Африка саваннасында өрбиді. Джеки мен Джон сол жердегі лагердің нұсқаушылары. Бір күні олар азық-түлік жеткізуге барғанда, лагердің қаңырап бос қалғанын көріп таңғалады. Бір сұмдықтың болғанын сезген екеуі лагер аумағын мұқият тінтіп шығады. Кенеттен олар бейнебақылау камерасынан оқиға қалай болғанын көрді. Айтқандай-ақ, лагерге беймәлім біреулер басып кіріп, адамдар үрей құшағында жан-жаққа қашқан екен. Айналаны барлап жүріп, екеуі арыстандардың ізін табады. Алайда бұл жағдай өте оғаш көрінді. Себебі лагерде туристердің қауіпсіздігіне жауап беретін арнайы аңшылар болатын. Сондықтан бір ғана арыстанның мұндай бейберекетсіздік тудыруы мүмкін емес еді. Шындықты білмек болған екеуі көлікке мініп, маңайдан басқа да деректер іздей бастайды. Көп ұзамай, олар лагердің жүк көлігін тауып алды. Джек Джонға орнында қалып күте тұр дейді де, өзі жүк көлігінің ішіне кіреді. Джон айналаны күзетіп тұрғанда кенеттен бір әйел пайда болып, оған тезірек қаш дейді. Бірақ Джон не болғанын түсініп үлгергенше, жүк көлігіне қарай атылған арыстанды көреді. Джекті құтқару үшін Джон дереу оқ атады. Алайда мылтық дауысынан айналаға арыстандар жинала бастады. Джон әйелді өз көлігіне мінгізіп, арыстандар тап берген сәтте газды басып, әрең құтылып кетеді. Бірақ қауіп беті қайтты деп ойлағанда, көліктер істен шығып, жолда қалады. Екеуі жаяу жүруге мәжбүр болды. Бірақ көп ұзамай, құздың жиегінде әлгі арыстандар тобына қайта кезігеді. Сериалдың атауы Зооапокалипсис.